Сәлеметсіздер, менің аты-жөнім Калиева Самал Акбаевна. Мен Нұр-Сұлтан қаласы Политехникалық колледжінің қазақ тілі пәнінің оқытушысымын. Сіздердің назарларыңызға газбен қамтамасыз ету жабдықтары мен жүйелерін құрастыру және пайдалану мамандығы бойынша орыс тілінде оқитын бірінші курс Г19 1Б тобына арналған қазақ әдебиеті сабағын ұсынамын. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қадыр Мырза Әлі. Қазақтарды шетелдіктерге таныстыру. Сабақтың мақсаты Қадыр Мырза Әлінің өмірі мен шығармашылығы туралы жалпы мәлімет беру, қазақтарды шетелдікке таныстыру өлеңінің мазмұнына тоқталу. Бүгінгі сабағымызды Әбіш Кекілбаевтың сөзімен бастағым келеді. Қадырды білмейтін қазақ әсте жоқ. Қадырды әлі әріп танымаған бүлдіршін бөбектен бастап, әріпті көзілдіріксіз көре алмайтын қарияға дейінгінің бәрі біледі. Өзін білмесе де сөзін біледі. Қадыр Мырза Әлі еліміздегі жыр жұлдыздарымыздың бірі. Ақын, Қазақстанның халық жазушысы, аудармашы. Ол 1935 жылы 5 қаңтар Орал облысы Жымпиты кентінде дүниеге келген. Бала кезінде жетім қалған Қадыр кедейліктің тауқыметін көріп өсті. Алғашқы өлеңін 6 сыныпта 11 жасында жазған. Балалық кезінде кітаптарға қызығушылық танытып, кітапхананың барлық кітаптарын оқып шыққан адам. Алғашқы өлеңін де 1954 жылы Республикалық пионер атты журналында жариялайды. Осыдан кейін біртіндеп танымал бола бастайды. 1958 жылы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетіндегі филология факультетін тамамдап, одан кейін аспирантурасында бітіріп шығады. 1958 жылы еңбек жолын Балдырған журналынан бастайды. 1959 жылы алғашқы Көктем атты өлеңдер жинағын жариялайды. 1962-65 жылдары Жұлдыз журналында, 68-70 жылдары жазушы редакциясында қызмет жасайды. Қадыр Мырзалиев өз шығармаларын қазақ тілінде жазған, бірақ оның шығармаларын ағылшын, француз, неміс, поляк, венгр, фин, қырғыз, моңғол, орыс тілдеріне аударылды. 2003 жылы Санкт-Петербургтың Славия баспасында «Пропамять» атты үлкен бір томдығы орыс тілінде басылып шықты. 1994 жылы Қазақстан Республикасының халық депутаты болып сайланады. Оның 200-ден аса өлеңіне ән жазылды. Қадырова деген кім деді? Мен дедім. Сол кезде ол кісі маған сен менің қызым боласың деді. Барма сол жан мен білмеймін жоқ па әлде жолығуға асығама көктемде. Қаманылап достың жайын ойлап жұмыстың шаршамайсың жезеке. Қаманылап достың жайын ойлап жұмыстың шаршамайсың. Қадыр Мырзалиевтің шығармалары бар қазақты өмірдегі табиғаттағы сұлулықпен бірде жақсылықты көре біліп, ұлттық тәрбие алуға көмектеседі. Оның бірнеше жыр жинақтары жарық көрген. Ой орманы, дала дидары, ақ отау, домбыра, көш, жер ұйық, алақан, қорамсақ, қызыл кітап, күміс қоңырау, мәңгі майдан, биік баспалдақ, үкілі үзінділер, алаштың арманы, жазмыш, еңіреп өткен ерлер-ай, иірім, шырғалан, алмас жерде қалмас. Қадыр Мырзалиевтің 50-ден астам поэзиялық жинақтардың әдеби сыни және балалар кітаптарының авторы. Қадыр Мырзалиев 24 қаңтар 2011 жылы Алматы қаласында дүниеден өтеді.
Қадыр Мырзалиевтің 100-ден астам ұлттық жұмбақтарын жинап аударған адам. Ол Есениннің лирикасын қазақ тіліне аударған және орыс тілінде жазатын Олжас Сүлейменовтің шығармасында қазақ тіліне аударған адам. Оның кітаптары бірнеше рет басылып шыққан. Қадыр Мырзалиевтің марапаттары. Қазақстан Ленин комсомолының сыйлығы, Қазақ КСР мемлекет сыйлығының егері, Қазақстанның халық жазушысы. 1993 жылы Монғолияның дарын әдеби шығармашылық ұйымы әлем поэзиясына үлес қосқаны үшін Авиас сыйлығын жариялайды. 2001 жылы әдебиет санаты бойынша Платина Тарлан сыйлығының лауреаты атанады. 2005 жылы Парасат, 2010 жылы бірінші дәрежелі достық орденімен марапатталады. Ал енді ұлтымыздың рухын көтерген туындылары бәрімізге сергек те сезімтал болған Қадыр Мырзалиннің қазақтарды шетелдікке таныстыру өлеңімен сіздерді таныстырамын. Ең алдымен бейне жазбаға көз саламыз. Жайлауында жүрген жігіт бағып қой, дос келді деп жасап жатыр анық той. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Сәйгүлікті құйрық жалы таралған, сүйетұғын қазақ осы қараңдар. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көкпар тартып қыз қууға жаралған. Қазақ осы айтатұғын желгесір, о ағайын халық емес ол кесір. Қазақ осы аңғал саңғал жабусыз, қазақ осы ағыл тегін көлгесір. Қазақ осы дала дейтін күн дейтін, қазақ осы өнер алды тіл дейтін, қазақ осы қарасың ба ақсың ба қоңырсың ба жатырқауды білмейтін. Қазақ осы көргеннен танбайтын, той думансыз оты түзу жанбайтын, қазақ осы алудаяқ алатын, ал беруден алдына жан салмайтын. Қазақ осы ашық жарқын қабағы, қонақ келсе шабылып бір қалады, байқада тұр сағанда ол кетерде, ат мінгізіп жібек шапан шабады. Қазақ осы құда бол деп қинайтын, құдаларын құдайындай сыйлайтын. Қазақ осы дүние мен малыңды оңды солды шашу үшін жинайтын. Қазақ осы жайып жатқан қанатын, батыр халық, ақын халық дәл аты. Қазақ осы көзімсінген адамға, Насыбайға болып бөліп қалатын. Жайлауында жүрген жігіт бағып қой, дос келді деп жасап жатыр анық той. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне. Жаңағы бейне жазбада қазақтарды шетелдікке таныстыру өлеңімен таныстыңыздар сіздер. Енді бұл өлеңде кездескен сөздермен жұмыс жүргізейік. Сөздік жұмыс. Бірінші, сәйгүлік, скакун, жатырқау, чувство отчужденности. Шашу үшін жинау, собирать, чтобы тратить. Өкпелеу, быть недовольным. Кесір, вред. Көл көсір, изобилие. Ат мінгізу, подарить коня. Нағыз, настоящий. Кеңпейіл, милостивый, добродушный. Қонақжай, гостеприимный. Жомарт, щедрый. Жаңа сіздер тыңдаған өлеңінде сіздер ұлттық мінез қазақ халқының, ұлттық тіл, ұлттық дін, қонақжайлық, меймандостық, жалпы қазаққа тән жақсы қасиеттерді тамашалап тыңдадыңыздар. Енді осы өлеңнен қазақ қандай халық екен дейді? Қазақты ақын халық дейді. Жомарт халық, қонақжай, өкпешіл, кеңпейіл, бауырмал және батыр халық деп атайды екен. Енді өлеңге кішкене талдау жасайық. Өлеңнің авторы бізде Қадыр Мырза әлі. Өлең атауы қазақтарды шетелдіктерге таныстыру,
жанр түрі поэзия. Әр шумақтың мәтінін ашатын көркем сөздер ол нағыз қазақ. Көкпар тартып, күй шығарған, өнер алды тіл, ат мінгізу, жібек шапан жабу, батыр халық. Өлеңнің түйіні. Не түйдік біз? Қазақ халқының қонақжайлығы, салт дәстүрі және сыйластығы. Енді бүгінгі сабақтан сіздер өздеріңізге ақпарат алдыңыздар деп ойлаймын. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.